Ё-моё. Мен қарным ашып кетті, түрме ұйықтай алмай. Мен бар мусоркадан тамақ іздеп келем ау деймін, ато болмайыншы. Кетім бар мусордан тамақ іздеп келейінші. Мүмкін жолым болар, кішкентай болса да бірдеңе тауып қалармын. Қарным қатты ашып жатыр. Мына жерде мусорка бар екен, может быть, осыдан көрермін. Не бар екен, бір нәрсе бар ма екен өз ішінде? Тағы да ештеңе жоқ. Кішкене дұрыс тамақ ішпедім кешеде. Бүгін бірдеңе табармын деп үміттенемін енді мынадан. Бос. Басымдағы тәж менің бұрынғы кездегі басқаша өмірдегі тәж еді. Мүмкін жолым болар, мына жақтарды қарап көрейінші. Бос. Мына жерде тағы да бар екен, бәрін қарап көрейін. Қарным қатты ашып жатыр, кешеде дұрыс тамақ ішпеген едім. Тұташ, не зат? Мынау мектеп пе? Вау, қандай өмір, қарашы. Мен де осылай өмір сүргім келеді. Бүгін бәрін алам, ақша бар кезде өмір оңай. Мәссаған, сенде бәрі бар ғой. Әрине менде бәрі бар. Сен не қарап тұрсың? Мен бе? Жоқ, ештеңе. Мен жай қарап тұрдым. Өзіңе қарашы, қандай күйдесің? Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Онда неге қарап тұрсың мұнда? Жоғал давай, сен сияқты болғым келмейді. Неге адамдар үнемі осындай? Тек байларды ғана сыйлайды. Мен де қалыпты өмір сүргім келеді, басқалар секілді. Бір кезде бәрі басқаша еді. Бәрін қайта бастасам ғой. Уже кеште батып қалдым, мен ұйықтаймын. Бүгіндікке де тамақ таппадым. Ұйықтап көрейік енді, маған не істеймін басқа? Уже кеш батып кетті, вообще тамақ та таппай қойдым кешке дейін. Бүгін де қарным аш қалатын болды ғой. Қой, мен ұйықтайын ендеше. Мәссаған, кеш батып кетті, мен үйіме кірейін. Бүгін мектептегі болашақ қатырғансың ғой. Тезі ұйықтап алайын, ертең азанды мектеп шаршап кеттім, уже мектептен бар қойшы. Шаршап кеттім, қадырып. Қашан бүгін киноға барып келдім ба? Ұйықтап алайын енді, ертең мектепке бармай достармен қыдырамау деймін. Ұйықтап алайын, мен шаршап кеттім, мектепке ертең бармайын, мен шаршады уже, мұғалімдермен. Мәссаған. Тоқта. Не мынау? Мен қайдамын? Қандай үй? Тоқташ? Жоқ, бұл шынымен бе? Мен бай болып кеттім бе? Не болып кетті өзі? Ё-моё, қолымдағы ақшалар, не ақшалар бұлар? Менде бұндай ақша жоқ еді ғой, мәссаған, алмас. Мәссаған. Тоқта, бұл не болып жатыр? Мен кейбім неге жаман, бұл не білем әлі? Жоқ, бұл мүмкін емес. Мен болмыз болып кеттім бе? Жоқ, қалай болғаны? Мен неге жаман үйде жаман киіммен сағалым? Мәссаған, не болып жатыр? Мен шығайын, мәссаған, мынау нетен керемет үй, мен бұндай үйде вообще тұрып көрмегенмін ғой. Мәссаған. Естен шығайын. Керемет үй, мәссаған, мынау мектеп пе? Мен мектептің жанында тұрады екенмін ғой. Мына жер мектеп қой. Мен осында оқимын ба? Сәлем, келдің ба? Маған сәлем беріп жатыр ма? Кеше ғана мені
ешкім байқамайтын еді, мен сенбейтін еді ғой. Кел, бізбен отырсайшы, кабинетке кеттік. Маған орында бар ма? Бұл шынымен менің өмірім бе өзі? Мен кеттім. О, мен кабинетім қай жер еді? Ей, білмейсің ба сен? Сені кабинеттің нөмірі 1-ші кабинет қой, 1-ші этажда. Рахмет көп. Мәссаған. О май гад. О, сәлем. Қалайсыздар? Сәлем, қалайсың, жотам? Не ғой, бүгін қыдырамыз ба, шығайық та бір жерге? Білмеймін ше. Тоня бұны оқыған? Мен бәрі өсікте отырмын, мен бәрі. О, саламатсыз ба? Саламатсың ба? Ой, отыра бердің дерге. О, кел, мен отырсайын, мен отыр. Сен отырайын ба? Отырын десе, отыра бер. Өткізейінші ме, ойбай. Рахмет сіздерге. Енді осы жерде отырасың, не бұндай болып қалды сені. Әшейінде ондай емес еді ғой. Бұл мектеп неге бәрі маған қарап тұр. Ей, сен! Қараңдар, момыз келді, ха. Не, мен момыз емеспін, мен баймын. Ха, баймын дейді, ха. Тоқтаңдар, бұл қате. Неге сендер маған сенбейсіңдер? Ха, байсың ба сен? Кетер, давай сюда, иди сюда. Құрып кетер, ха. Прикол көтті бомж, ха. Сенбейсіңдер қойындашы, кеттер бір. Мен ақымақпын. Мен оны ренжідім, енді өзім түсіндім. Сен кеше кездескен бала емессің бе? Сен сол кедейді ғой. Ой, кешірші мені. Мен сені енді түсіндім. Бір күн тамақ таппай қиналдым. Ал сен бұлай қанша уақыт жүргеніңді мен тіпті елесете де алмаймын. Мен сені кешірем, бірақ мен сенің өміріңде жақсы емес екен. Жаман жақтары да көп екен. Мен сені керемет өмір сүретін шығар деп ойладым. Сенің қасындағылар тек ақша үшін жүр екен. Мен соны енді түсіндім. Сенің өміріңде де жаман жақтары бар екен. Онда бәрін қайтарайықшы, өтіш. Білмеймін. Ал сен қайсысын таңдар едің? Бай өмір ме, әлде кедей болса да шынайы өмір ме? Комментария жазып кет, лайк бас, подписываться етуді ұмытпаңыздар.